Бирде бүгін язғы бұдай суғалар гектарынан 40 центнер алырға үміт еткен болсалар да, бүгінге аның яртысын ғына алып болады фермерлар. Бұйылғы құрылық үшін әлігі басу зор оңышлыдан санала. Енді 30 жылдан артық егін егуші Меңталип Меңнеханов 72 яшында да штурвал артында өзі. Вақытның минутында әрәметмеше, бір түкінде юғалтмеше жиярға керек. Гектардан 20-25 центнерға үмітленелері, тек бұл оңыш шығымларының яртысын да қопламай. 40-45 центнер оңыш алыры үшін üzerine bir технология bilen удобренияларын кертип, анда запчасти, удобрениясы, рестрах имза что они жерге, значит, жерге салдык. Жерден hazır, значит, ул оңышны ала алмагач, аның себестоимость битинде кыйбатка була. Мына бу разница, агардагы хөкүмәт восстановится, поддержается, бик яхшы булыр. Меңнехановлар бүтін ғойлелері білен жерде әшлейлер. Аграр университетта білім алушы оныгы да 40 карабы білен идаре етті. И уже теперь полноценно мог бы заменять своего бабая на комбайне. Тоқай районы оңыш көрсәткіші бойынша республикада 2-ші орында, біріншілік тәтішті гектарынан 23 центнер жиялар. Көрші зәйді әлігі сон 22 болса, Әлмет районы 9 центнер ярым ғына. Республика бойынша оңыш 17 центнерін тәшкел еті. Меңнеханов фермер хужалығы әлі бәрәңгі шүгіндір һәм кишір кебек яшілшелерді өстірі. Бұйыл алтын бейесіне өрілген кишір басуы бұл. Кишір басуында оңыш бұйылғы ел үшін бірден ашар түгіл. Һәм бұл әліге су септіру жойланмасының нәтижесі. Бір әйленіп шығуы ол 64 гектарда басуны суғара. Хожалық идарәшісі Рәмис Меңнеханов әйтуінше кишір башта тишілмеші қорқытқан, су септіріп кіне оңышны құтқара алдық дей. Казуда яшілселер просто үсмей. Алар теге выживание шеңгіне тұралар, ассимиляция шеңгіне алар сулы шалалар гына теге үзләре үсмейләр менә. Басуларга мелиорацияны кабат кайтару турында хөкүмәт дәрәҗәсендә дә күптән сүз бара. Куры килгән елларда яшелчәләрдән уңышны шулай гына алып була. Тукай районыннан Илшат Аюпов, Петр Греков, Яңа Гасыр каналы.